Саламатсыздар ма, балалар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы географиялық аудандастыру әдістері. Сабақтың мақсаты: бүгінгі сабақта сіздер географиялық аудандастыру әдістерімен танысып, мәнін түсінетін боласыздар. Ең бірінші, аудандастыру дегеніміз не деген сұраққа жауап беріп көрелік. Аудандастыру кеңістіктегі өзіндік ерекшеліктерге ие аумақтық түзілімдерді анықтап, оларға сипаттама беру, шекараларын ажырату. Қарапайым сөзбен айтсақ, мысалы сурет көрсетілген. Бірінші, ол бізде Қазақстанның физикалық географиялық аудандастырылуы, екінші Қазақстанның экономикалық географиялық аудандастырылуы. Яғни кеңістіктегі дейді, яғни мысалы Қазақстанды алдық. Өзіндік ерекшеліктеріне ие аумақтық түзілімдерді анықтап, Қазақстанның физикалық географиялық картасын алатын болсақ, әрбір аумақтың жер бедері, климаты, геологиялық құрылымы, ішкі сулары, өсімдігі, топырағы, жануарлары, яғни осылардың ерекшеліктері бір-біріне сай болу керек, осыларға сипаттама беру керек, және олардың аумақтардың бір-бірінен шекараларын ажырату керек. Осының барлығын біз аудандастыру деп айтаймыз. Географияның әртүрлі саласындағы аудандастыру құрылымының үлгісі. Мысалы, географияның ең ірі саласы физикалық географияны алалық. Физикалық география ол бізде географиялық қабыққа бөлінеді. Географиялық қабық дегеніміз бізде суретте көрініп тұрғандай атмосфераның төменгі қабаты, гидросфера, литосфера және биосфераның өзара әрекеттесуінің нәтижесінде түзілетін жердің ерекше қабығы. Ол бізде географиялық белдеулерге бөлінеді. Міне жер шары бізде бірнеше географиялық белдеулерге бөлінетінін сіздер білесіздер. Есімізге түсірсек, олар бізде экваторлық, субэкваторлық, тропиктік, субтропиктік, қоңыржай, субполярлы және полярлы. Ары қарай сіздер өздеріңіз 7-ші сыныптан бері географиялық белдеулер табиғат зонасына бөлінетінін білесіздер. Мысалы, қоңыржай белдеуі бізде дала, орманды дала, шөлейт, шөл, тайга, аралас және жалпақ жапырақты ормандар табиғат зонасына бөлінетінін сіздер білесіздер. Табиғат зонасы бізде аймақтарға бөлінеді, аймақтар бізде аудандарға бөлінеді, ал аудандар бізде ландшафтқа бөлінеді. Экономикалық географияны алып қарайтын болсақ, экономикалық география әлемдік экономикалық кеңістікке интеграциялық одақ, ұлттық экономикалық кеңістік, ірі экономикалық кеңістік, орташа экономикалық аудан және шағын экономикалық аудандарға бөлінеді. Және алдарыңызда саяси география және мәдениет географиясының аудандастырылуы көрсетілген. Саяси географияда дүние жүзінің саяси кеңістігі, әлемнің ірі геосаяси бөліктері, олар әскери саяси блоктарға, ұлттық геосаяси кеңістікке, одан кейін мемлекеттің шекаралық зонасына, одан кейін жергілікті шиеленіс одағына бөлінеді. Және мәдениет географиясы әлемдік өркениет, жеке өркениет, ұлттық мәдени кеңістік, мемлекеттің геомәдени ядросы, ұлттық мәдениет, ол қала мәдениетіне бөлінеді. Аудандастырудың басты критерийлері: жіктелетін аумақтың бірліктердің өзіндік ерекшеліктері. Жоғарыда мен айтып өткендей, мысалы Қазақстанның физикалық географиялық аудандастырылуы. Батыс Еуропа жазығын алалық, Тұран жазығын алалық, Шығыс Еуропа жазығын, немесе Сарыарқаны, Оралды қай-қайсысын ала берсек те, олардың өздеріне тән ерекшеліктері болуы керек. Және оларды құрайтын элементтердің өзара байланыстылығы. Аудандастырудың кезеңдері: ең біріншіден геожүйелерді таңдау. Екінші, аудандастыру үшін маңызды белгілерді анықтау. Үшінші, белгілер бойынша жіктеу. Төртіншіден, ареалдар негізінде шекараларды анықтау. Мысалы, сіздердің назарларыңызға Қазақстанның геоэкологиялық аудандастырылуы көрсетілген. Яғни геожүйені таңдау. Біз Қазақстанды таңдап алдық. Екінші, аудандастыру үшін маңызды белгілерді анықтау. Яғни, оның экологиялық жақтарының қолайлылығы, қолайлы болмауы, апатты деңгейде ме, шиеленіскен деңгейде ме, осыны анықтап аламыз. Белгілер бойынша жіктеу және оны сипаттау. Яғни, Қазақстанның территориясын біз бөлеміз, жіктейміз. Және төртіншіден, шекараларын анықтап аламыз. Аудандастырудың басты принциптері. 3 принципі бар. Бірінші, үздіксіздігі, екінші, біртектілігі, үшінші, мақсаттылығы.
үздіксіздігі, яғни әрбір нысан белгілі бір бірлікке енеді және аудандар турында ақ таңдақтардың болмауы керек. Қалай түсінеміз? Ақ таңдақтар дегеніміз, яғни ол бос орындар. Жоғарыда мысалы Қазақстанды біз геоэкологиялық тұрғыдан, экономикалық тұрғыдан, физикалық, географиялық тұрғыдан аудандастыру кезінде бірде-бір бос орын қалмауы керек. Екінші, бір тектілігі, яғни аудандастыру сызбалары бір деңгейдегі нысандарды қамтуы тиіс. Яғни бірліктер барлығы бір-бірімен бірдей болуы керек. Және үшіншісі мақсаттылығы, яғни аудандастыру нақты мақсатқа сәйкес белгілер бойынша жүргізіледі. Нақты мақсат, мысалы ол экологиялық тұрғыдан жіктеуі, физикалық, географиялық тұрғыдан жіктеуі, яғни нақты мақсатқа сәйкес жүргізіледі. Және осы мақсаттан ауытқымау керек. Ал енді өзімізді тексеріп көрелік. Ең бірінші, аудандастыру әдісіне анықтама беріңіз. Екінші, аудандастыру әдісінің маңыздылығы неде деп ойлайсыздар? Және үшінші, аудандастырудың басты принциптерін атаңыз. Жауабы. Ең бірінші, аудандастыру дегеніміз не? Аудандастыру кеңістіктегі өзіндік ерекшеліктерге ие аумақтық түзілімдерді анықтап, оған сипаттама беру және шекараларын ажырату. Екінші, аудандастыру әдісінің маңызы. Географияда аудандастыру әдісінің маңызын химия пәнінде Менделеев кестесінің аудандастырылуымен пара-пар деп айтуға болады. Өйткені мысалы, тек қана бір Қазақстанды, дүние жүзін басқару өте қиын. Сондықтан да оларды басқару оңай болу үшін біз оны аудандарға жіктейміз. Яғни ол басқару мәселелерін шешуде маңызы зор және табиғатты пайдалануда маңызы өте зор. Үшіншісінен басты принциптері жоғарыда біз атап өттік: үздіксіздігі, мақсаттылығы және біртектілігі. Рефлексия. Сонымен бүгінгі сабақта біз не білдік, не үйрендік? Өздеріңізге қажет деген ақпаратты чемоданға салып алыңыздар. Және де мен ұқпай қалдым, әлі де толықтыру керек, әлі де жұмыс жасау керек деген мәселені еттартқышқа саламыз. Және де маған бұл керек емес, мен бұны түсінбедім деген сұрақтарды қоқыс жәшігіне саламыз. Тапсырмасы. Ең біріншіден оқулықтағы тақырыпты оқып зерделеп аламыз. Және екіншіден географиялық аудандастырудың маңызы тақырыбында таныстырылым дайындаңыздар. Тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.